Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қазіргі осы діни сауалдардың көптігінен осы біздің өмірімізге діннің етене араласып жатқандығын байқаймыз. Солардың ішінде көптеген тақырыптар ұсынып жатады көпшілік. Сол тақырыптардың бірден бір маңыздыларының бірі қазіргі кезде айта кететін бір көкейде жүрген нәрсе, ол халықтың осы қиыншылық, яғни сол қиыншылыққа сабыр ете білу, немесе Алланың берген емтиханын көтере білу мәселесін аздап қозғап кетсек. Қарасаңыз, көп адамдар ойлайды: мен намаз оқыдым, Алла Құдай маған сол намаз оқығаннан кейін төбемнен төге салу керек деп ойлайды. Сөйтеді де намаз оқиды, ал намаз оқыса жағдайы нашарлайды. Мүмкін дүкені бар шығар, сол дүкені жақсы жүрмей қалады. Мүмкін өзі бойдақ болса, сол күйі үйлене алмай қалады біраз уақыт. Не бір жұмысқа кірсе, жұмысы дұрыс болмай қалады. Сөйтеді де айтады: мен қай жерде кеттім? Намазымды оқып жатырмын, оразамды тұтып жатырмын, бірақ ісім жүріспей тұр. Ораза тұталсам да, қанша қылып әрекет қылып, түнгі намаздар оқуға әрекет жасаймын, бірақ бір қандай да бір нәрселер кедергі болады істерімді дейді. Ал кейбіреулер осы сұрақтың жанында тағы да басқаша сауал қояды: енді мүлде намаз оқымаймыз, дегенмен ораза тұтуым болар, мүмкін жұма намазға барам. Тіптен оған да болмағанның өзінде Алла Құдайға сенем мен. Бірақ осы соңғы кездері өмірім қиындап кеткен сияқты. Басыма түскен ауырлықтарды кейде көтере алмай қалам, кейде ашуланып кетем дейді. Құран-ы Кәримде бұған Алла Тағала жауап айтады: сіздер иманға келе салып, яғни иман сөздерін айтып, ля иляха иллаллах Мұхаммад Расулулла, яғни Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі дей салып, бірден жәннатқа кете бересіздер ме? Сіздерден әуелгілерді біз сынағандай, сіздерді де сынаймыз дейді. Осы мағынадағы Құранда бірнеше аяттар бар. Яғни мына өмірге Алла Тағала адамды алып келген соң, оның шын беріктігін, Құдайға деген иманының мықтылығын сынамай қоймайды екен. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадистерді сол тәлімге назар салатын болсақ, Алла Тағала өзінің сүйген пендесін көбірек сынайтын көрінеді. Себебі көбірек атымды айтса дейді екен, көбірек мені еске түсірсе екен дейді екен. Сол үшін көбірек сынақ береді. Содан болу керек, кейбір сәләф салихтарымыз, яғни өткен дүниеден өткен ұлықтарымыздың бірі айтатын көрінеді: егер өмірде өмірің қатты тыныш болып, бай, ауқатты болып, еш қам қайғысыз өтіп бара жатса, онда иманыңа назар сал. Мүмкін бір жерде қателік бар дейді. Иә, сіз бәлки намаз оқып ораза тұтқан үшін қиналсаңыз, сіздің иманыңыздағы нәрседен емес ол. Бәлки сіздің өміріңіз қатты тыныш болып кетсе, міне сол кезде мүмкін сіздің иманыңызда бір қандай да бір сызат бар. Өйткені Алла Тағала жарамайтын затын сынамайды ғой. Сізде өзіңізде ойлаңызшы. Қолыңызда бір шыны ыдыс болсын, бір темір ыдыс болсын. Сол екеуін бір алдыңызда тұрған затқа, мысалы, қайсын қалай ғана қойып, мысалы, қалай ғана қолдануыңыз болады. Шыны ыдысты, мысалы, қолданғанда өте нәзік қолданасыз. Және сенбегеннен кейін оның мықтылығына көп іске қолдана бермейсіз. Ол жылтырап қана бір шетте тұрады. Ал темір немесе басқа бір қатты заттан жасалған ыдыс болса, қалағаныңызша жұмсайсыз. Міне сол сияқты, бұл енді жай ғана мысал ғой. Алланың мысалы одан да үлкен. Өзінің пенделерін осылай ғана қарайды Алла Тағала.
сынағын көтере алатын, Аллаға деген махаббаты шынайы болған адамды сынайды. Махаббаты әлі терең болмаған, Құдайға деген сенімі нық тұрмаған адамға Алла тағала сын жүктемейді. Ол әңгіменің бір жағы десеңіз, екінші бір жағы бар. Мына бір халықта жүрген ел аузындағы мысал бар ғой. Бұл болмаған уақиға. Жай ғана мысал ретінде айтылады, халыққа насихат болса екен деп. Бір адам жол сапарлап жолға шығады. Сөйтсе, жолдан бір қария қосылыпты бұл кісіге. Содан түнделетіп қосылған адам таңнан жол жүреді, бір жерге келіп шай ішеді, түс болады, онда да демалады, түс қайтады, кеш болады. Енді кешке жақын бір жерге демалуға отырып жатса, әлгі жігіт манағы қария орнынан тұрып кетіп баратыр екен. Сөйтсе, уа қария, қайда кетесіз? Түн болды ғой, демалайық десе, негізі мен жолдан қосылған едім саған, мен шайтан едім. Сені сынағым келіп еді. Бірақ сен білесің ба, мен сенен қорқып кетіп баратырмын деді. Өйткені мен Құдайдың бір айтқанын істемедім, соған шайтан болдым. Ал сен күніне Құдайдың 5 айтқанын істемедің. Күніменен жол жүрдің, намаз оқымадың. Саған Құдайдың бір бәлесі келеді. Сол бәлесі келгенде мен де алып кетпесе екен деп мен қашып баратырмын деген екен. Бұл көпшілік адамға сабақ болсын үшін айтылады. Адам бұл дүниеге ішіп жеу үшін келмеген. Адам бұл дүниеге әдемі киім киіп, керемет зәулім үйлерде тұрып, соны өмірінің мақсат ету үшін келмеген. Бұның барлығы мақсат емес. Бұның барлығы сол мақсатқа алып баратын жолдар ғана, қарапайым ортадағы бір қолданыс құралдары ғана болып қалады. Өмірдің мәні қазіргі көпшілік халықта осы бір қолданыс құралдары болып қалған сияқты. Яғни киім үшін өмір сүреді, тамақ үшін өмір сүреді. Ал адамдық қасиеттер үшін, имандылық үшін, руханият үшін, қуыс кеуде жан болмайыншы деп жүрегінің байлығы үшін өмір сүрмейді. Осындай бір тоқыраған заманда көп адамдар баймын дейді. Бірақ шын мәнінде ол кісінің жүрегі өте тас кедей. Өте кедейлігі сонша, ол кісінің өмірінің мәні бір 4-5 қой менен 5-6 бала шағаның арасында қалып кеткен сияқты. Бұл өмірдің ең бастапқы үлкен бір мақсат емес еді ғой адамның дүниеге келген. Қорытып айтқым келетіні, адам баласына Алла тағала емтихандар береді. Оның иманын сынау үшін. Оның осы өмірде нық қадам екендігін, мықтылығын білу үшін. Ал білген, сүйген құлын Алла тағала 2 дүниенің бақытын беріп өтеді. Бірінші, мына дүниеде ол кісіге сол айырылған қиыншылықтарына оның үстін жоқ қылып жабатындай махаббат береді екен. Оған дәлеліміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі бар. Егер бір адам көзін зинадан тыйып, Аллах үшін ғой деп көзін тыйып, жүрегінің ішінен Алланы еске түсіретін болса дейді, Алла тағала оған соншалықты махаббат береді, әлгі көздің ләззатынан көрі одан да тәтті бір сезімге жеткізеді дейді. Алла тағала сол үшін осы дүниедегі өзінің сенімі мен сабырлығы мен нық қойған емтиханын көтере білетін, Алланың берген қандай да бір ауырлықтарын, қайғы, қасірет, қиыншылықтарын екі иығыменен нық тұрып көтере білетін адамын сүйеді. Ал кішкентай ғана бір сынақ келген кезде байбаламға салып, мен не жазып қойдым дейтін адам ешкімге де жарамайды ғой ол.